Просто адамға келіп алып, сен мына жерің бұрынғы өзің жақсы көрген жігітіңе теңей беріп, сен мына жерің кімге ұқсайды екен, бүйткенің менің айбатыма ұқсайды екен деген сияқты, енді менің бұрынғы жігітіме ұқсайтын деген сияқты әңгіме, ол жігіттің намысына қатты тиетіндер. Біздің Расул тем более намысшыл жігіт болғаннан кейін, оған ол нәрсе қатты тиеді. Просто сізге жай ғана жеткізіп айтып тұрған нәрсесін дұрыс деп қабылдауыңызды сұраймын. Мен қуанып қалдым. Расулдың фанаттары сөйлеп кетті ма? Мен қорғап атқанына Айдан. Қуанып қалдым? Қуанып қалдым, иә. Неге? Қуанбайтындай ма? Жоқ, енді әрдайым ұрысып қырылысып жүретін ек қой соған. Бүгін ойларыңыз бір жерден ұштасып. Иә. Бауыржан мырза, мына жерде мен түсінбей жатырмын да қазір. Не түсінбей жатсыз, Ренат? Үміткер ханымды енді не істеп жатыр ғой, жерден алып жерге салып жатыр. Может, айбатты ортаға тығып жатыр. Расул мырза, егер таныс тоқтатқың келсе, сен тоқтата сал. Сенің ойың қазір келіп отырған үміткерде емес. Мен ойым, мен просто 2-3 күннен байқап жүргенім, сенің ойың біздің іштегі арамызда бір қызға байланысты. Я, ол қаншалықты не екенін мысалға деймін да, қарап отырсаң. Просто ол үміткер егер ұнамаса, сразу айтшы, мен таныс тоқтатқым келеді, тоқтатамын деп. Бұл жай, егер үміткер ұнамаса, мен қайтарғым келсе, бұл жай оны сенен сұрамай-ақ істеймін да, ол нәрсе. Жоқ, сенені просто ананы айбатын сылтау болады. Сонда қай қыз туралы әңгіме айтып жатырсыз? Андай, мен просто ойым ғой, Бауыржан андай қандай болады, мысалға. Ойыңыз қандай? Бір қыз ортада отырады, мысалға. Ортада отыр. Расул келіп, жанынан келіп, қолынан тартқыштап, екі қолдап. Сонымен келіп, дұрыс түсінбей қалдым ба, қандай не үшін өйттің? Айдана. Просто біздің Расулдың соңғы уақытта ойы өзінен үлкен жас тәтелерге қарай жүгіретін сияқты жоты. Өзімен қарайлас қыздар емес, тәтелерге жүгіретін сияқты. Оған тәтелер ұнайтын сияқты да. Қымбатты көрермен, бұл не болды, бұл қалай болды? Жалпы қаншалықты айтып жатқан Ренаттың сөзі рас, және қай кезде отқан кезде екі қолдап Расул тартты. Айдананың ондай бар ма, бәрін жарнамадан кейін